Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл еліміздегі спортты өзгертетін адамдар туралы подкаст. Бүгін біздің студияда ауылдық футболды жаңа деңгейге көтерген ерекше тұлға, ауыл футбол жобасының негізін қалаушы Серік Мәмбетов ағамыз. Қош келдіңіз. Бүгін біз ауылдағы спорттың шынайы жағдайын туралы айта кететін боламыз. Әлеуметтік әсері және балаларға жаңа мүмкіндік беру туралы әңгімелесеміз. Серік аға, тағы да қош келдіңіз. Рахмет шақыруларыңызға. Алдымен өзіңіз туралы айта кетсеңіз, қайдан боласыз, кім боласыз, футболдық жолыңыз неден басталды? Енді өзім туған жерім Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы ауылы, кенті дейді ғой енді, аудан орталығы. Сол жақта туып өсіп, мектепті бітіріп, Алматыға кезінде оқуға кеттік қой. Ал енді жаңа футбол жолы қашан басталды деген сұраққа енді білмеймін. Енді біз кәсіби түрде футболмен айналыспағасын, бірақ әйтеуір есімізде бар, 5-6 жасымыздан бастап сол доп қуаладық ғой. Содан қуалап, ойнап, жаттығып, мектептің жаңа құрамасында ойнап, ауданның құрамасында ойнап, кезінде даже жаңа облыстың құрамасында сондай деңгейде ойнадық. Енді жаңағыдай шынайы футболдық мансабымыз сол кезде аяқталды десек болады. Жалпы енді сол любителіміз ғой енді. Алматыға келіп оқуға түстік, осында ойнадық. Сондай жағдай. Қызық. Біздің айта кететініміз тағы жайт, бүгінгі біздің подкастымыз Алтын доп қоры арқасында өткізіп жатыр. Сіздің жобаңызға келетін болсақ, ауыл футболы. Бұл жоба қазір бүкіл елге танымал деп айтса болады. Сондай болса керек. Иә. Ол енді бірақ көбісі білмейді, оны қалай басталғанын, сол туралы айтып кетсеңіз. Жалпы идея бұрыннан бар еді, осыдан 15-20 жыл бұрын ба ауылда тұрамыз, мына жерде Қаскелеңде. Сонда шығып, Қаскелеңнің стадионының жағына барсақ, ол жерде шөп өсіп кеткен, мысалға балалар ойнап жүреді. Сол кезде бір команда жинап, кішкентай балаларды бір жаттықтырамыз ба деген бір идеялар болған еді. Бірақ енді ол кезде өзіміздің де жағдайымыз онша емес, жан-жағымызға қарауымыз керек қой енді. Сосын бірақ уақыт өте келе, өзімнің 2 кішкентай балам футбол ойнаймыз деп, біреу сол кезде 4-те, біреу 6-да ма сондай. Сөйтіп футболға бердік. Ол қаланың ішіндегі бір секциялар, қазір есімде жоқ. Оларды бері қарай тасу керек, ауылдан. Пробка, өздеріңіз білетіндей, уақыт жоқ, жұмыс істеу керек деген сияқты. Сосын шаршап кеттік. Сөйтіп ауылдан осы бір секция, осы Райымбек ауылы өзіміздің тұратын, бір секция ашсақ, бір клуб ашсақ деп идея туды. Сөйттік те соны бастап кеткенбіз. Енді ол қыстың күні бастағанбыз, ол бір 25 баланы сразу жинап алдық айтпақшы. Тренер шақырттық қаладан, бір әйтеуір үйтіп бір спонсорский өзімізден жаңағы тренердің айлығын төлеп, футбол тегін. Бастап келе жатып, қыс болды, қыс аяқталды, көктем шықты, енді сыртқа шығып бір не қыламыз деген кезде, ол газон жоқ, дым жоқ, ешнәрсе жоқ деген сияқты. Енді жан-жағымызға былай қараймыз ғой, былайынша да кезінде көп жүрдік, ел аралап, журналист болғасын, біз талай жерлерде жүрдік, талай ауылдың жағдайын білеміз, көрдік. Футбол, жалпы спорт, енді жағдай қиын. Әсіресе мына алаң мәселесі. Сөйтіп Инстаграм ашқан, Инстаграмымызға шамалы кішкене бір хабарландыру жасап, былай жігіттер жағдайларын қалай, қандай болып жатыр деп бір сауалнама, сұрақ қойсақ, тарс етіп жаңағыдай 600 ауылдан жауап келді. 600 ауылда алаң жоқ деген. Яғни қазіргі заманауи искусственный жаңағы шөп қой, газон, ондай жоқ екен, жоқ деп бізге ауылдың жігіттері жазды. Ол тек қана біздің парақшаға келген ақпарат қой, мысалға, оны бәрін біз зерттеп, барып бір жағынан әкімшілікке, я болмаса тағы басқа жерден бір зерттеп, іздеп, ақпарат іздеп жүрген жоқпыз. Ол тек қана біздің кішкентай ғана ауыл футбол парақшасына келген сауалнамамызға келген жауаптары. Соған қарағанда ол 600-ден көп болса керек сол кезде, осыдан бұрын почти 6 жыл бұрын.
Сонда қасымда досым, әріптесім Нұрлан Махмудов ағаларың бар. Екеуміз былай ойланып, былай осы ауыл футболын жағдайы қиын ғой, осыны бірден қылып қолымыздан келгенше бір идея жоба қылып бастап кетпейміз ба дедік те, шай ішіп отырып ертеңіне бастап кетіппіз. Жаңағыдай көз қорқақ дей ма, қол батыр деп демекші, бастасақ бастайық деп сөйтіп ұрандатып әйтеуір жал жаққа хабарландыру, жаңағы инстаграмымыз бар әйтеуір, фейсбугымыз бар әйтеуір белсенді пайдаланатын. Сөйтіп жаңағы тренер жігіттер жан жақтан жазып жатыр ғой. Ойбай, давай не қылайық, ауыл футбол жиналайық, проблема бар, проблеманы шешуге атсалысайық деген сияқты. Дәл сол кезде көп болды тренерлер былай бірігіп осының бір жаңағыдай бір принциптерін, устав демекші, устав па я болмаса әйтеуір жоқ дегенде бір ережесін бір жасайық деп жасағанбыз. Сол кезде бір 5-6 тренер осында Алматыға жиналдық. Сол кезде бір кішкене бір спонсор тауып, Ақтөбеден, Маңғыстау, Түркістан облысынан, Ақмола облысынан жігіттер келді. Спонсордың есебінен деп айтайын да, енді жолын төлеп, балалар жігіттер келіңдер, мына жерге жиналайық, шай ішейік, ақылдасайық, танысайық деген сияқты. Сөйтіп сол 5-6 тренерден басталып кеткен жоба. Бұл жобамыздың енді өзінің ережелері бар, талаптары бар. Қазір 5,5 6 жыл болады осы келесі ақпанда 26 жылда. Енді сол айтып кетейін жаңа как раз талаптары. Мына біздің жобаға кірем дейтін болсаңдар, біріншіден әрине сенің командаң ауылдан болу керек. Ауыл кәдімгі. Бұл жерден кішкене жаңа өзгерістер енгізіп жатырмыз енді, өйткені ауыл, кейбір ауылдар үлкен ауыл болады, кейбір аудан орталықтары кішкентай болады деген сияқты. Мысалға мына солтүстік жақта, батыс жақта, шығыста аудан орталықтары кішкентай болады. Болады, бір 5-6 мың халық қой, ол да ауыл ғой деп жағдай қабылдап жатырмыз, келіңдер, қосылыңдар деп. Сосын міндетті түрде командаларында 10 жасқа толмаған балалар болу керек деп талап қойдық. Неғұрлым ерте жаттықтыруды бастасаңдар, жағдай нәтиже болады деген өзімізше солай шешіп отырмыз ғой. Және міндетті түрде әлеуметтік желіде парақшаларың болу керек. Енді ол заманның талабы, қазір өзіміздің жұмысымызды көрсетуіміз керек. Не істеп жатырмыз, не қойып жатырмыз деген сияқты. Даже бір осындай бір демеушілер келіп жатса, ертең бір бешентин беріп, форма алып беріп жатса, оған бір рахмет айтатын бір ақпараттық бір площадка болу керек қой енді. Сондай талаптарды өзіміз айттық, және әрине біздің футболды құртатын, әсіресе балалардың футболын құртатын жаңағы подставалар енді бәріне белгілі ғой. Кішкентай баланың орнына тығып жіберіп, жаңағы үлкен жігіт балдарды оны көріп жатырмыз. Бірақ біздің талап, ұсталдың ба, тренер кіргізіп жібердің ба, сен жобадан кетесің, жаңағы тренер. Кейін мүлде ешқашан қайтып келмейсің мына жобаға. 2 тренер кетті осы 5 жылда. Жаңағыдай наглым образом дейді ғой енді орысшалап. Кіргізіп жіберіп, сөйтіп до свидания деп. Балаларға енді өкпе жоқ қой, ешқандай басқа тренер болса, сол балаларды алып келіп жаттықтыра береді. Балаларға ешқандай жоқ, командаға ешқандай не претензия жоқ. Ана конкретно тренерге. Осы бірнеше талаптарымыз бар, жесткий. Бірақ кіргенде не пайда дегендей жаңағы сұрақ туады ғой, олар да сұрайды ғой, біз кіреміз, не пайда? Біріншіден хотя бы сен мына жарыстарға взноссыз келесің дейміз. Взнос жоқ, 0 теңге. Ол да бірталай көмек шығар дейміз, өйткені қазіргі жарыстардың көбісі енді взноспен өтеді ғой. Әрине ана өкімет облыс спорттар бар, тағы бұқаралық спорт өткізетін жарыстар бар, тегін өткізеді енді әрине. Бірақ біздікі енді жүйелі түрде постоянно ұйымдастыру жағынан қазір енді өте жақсы, өте жоғары деңгейде төрешілер деген сияқты алаң, жаңағы сый-сияпаты, кубок, медаль, грамота деген сияқты дүниелерді өте жоғары деңгейде жасап, дайындап, марапаттап жатырмыз мысалға. Сөйтіп былтыр алдыңғы жылдан бастап мінекей
командалар саны көбейді, 100-ден астам команда бар. Күнде звондайды, күнде хабарласады жігіттер басқа бір ауылдардан мысалы. Келіңдер дейміз, осындай талаптарымыз мынау, пожалуйста, ешқандай проблема жоқ. Және тек қана жарысқа тегін қатысу емес қой, әрине. Бұл жерде ол командаларға біздің тарапымыздан қолдаудың неше түрлісі бар. Біріншіден оларға спонсор іздейміз. Кәдімгідей мына команда, мысалы ана команда дейміз, осы командаға деп іздейміз. Ол не керек оған? Доп керек, форма керек, тағы басқа. Былтыр халық қайырымдылық қорының қолдауымен 100 командаға бергенбіз мысалға. Керемет. Киім, форма, доп, мынау майда-шүйде инвентарь енді минимально хотя бы. Ол да жоқ қой қазір. Бір 2 доп табу, ауыл жерде 2 сапалы доп табу қиын проблема қазір мысалға. Ақша жалпы ауылда енді өздеріңіз білесіздер жағдайды. Сол және де былтыр мысалға бір жарыстарға қатысуға, өңірлік жарыстарға спонсордың есебінен хотя бы азды көпті билет пұлын, жол пұлын жауып беруге ақша берілді. Биылға да жоспарлап отырмыз, қазір бірнеше жарыстарымыз бар. Сондай көмек және тренерлерді оқыту. Бізде жалпы балалар футболындағы бір негізгі проблеманың бірі ол тренер, яғни білімді, білікті тренер. Әрине жақсы балдар бар, жігіттер бар, жаттықтырам, неғылам деген, бірақ оның бәріне көбісіне білім жетіспейді. Әрине интернет тағы басқадан қарап өздері оқиды ғой енді, бірақ бұндай жерде бір жүйелі түрде оқыту керек. Олардың да күнде қалаға келе бермейді, көбісі тренерлердің инструктор тағы басқалары оқытатын қалалы жерде шоғырланған, сондықтан күнде жағдай болмаған сол ғой қиындығы. Сондықтан біз спонсорлар тартып айтып отқанымыз, давайте көмектесіңдер, осы жігіттерді оқытайық, олар ертең барып ана балаларға үйретеді деген сияқты, олардың тренировка жаттығу сапасы көтеріледі, жоғарылайды. Яғни неше түрлі талантты балдарды мысалға дұрыс емес методика, дұрыс емес тренировкамен біз өшіріп тастауымыз мүмкін. Кім біледі, жақсы бір әдемі әдістемелік бір методикалар бір болып атса, әрине ол тренер енді алдымен педагог қой, біріншіден. Тренер деген педагог, ол психолог, ол скаут, ол тағы басқа. Оңай емес әрине жұмысы. Бірақ бұл деген бір жағынан оқып алу керек әрине, бірақ енді бұл талант болу керек енді, әрине бұған. Көбісінде бола бермейді. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, спонсорлар жайлы, қаржы табу жайлы. Сол жағынан сізде қиыншылықтар болды ма? Ол процесс қалай өтті сіздерде? Өйткені меніңше қазір көбісіне, ол қазіргі футбольный бум кезінде көбісіне қызықты. Қалай инвесторларды, қалай партнерларды тарту керек, олармен қалай жұмыс істеу керек? Ол спонсорлармен жұмыс істеу ол әрқашанда оңай дүние болған жоқ ешкімге де. Өйткені біреуден барып ақша сұрау, ешкім әшейін бере салмайды ғой. Қалай дейді, мына спонсорға қызықты болу керек ол. Спонсорды біз қызықтыруымыз керек. Мысалға, маған дейін енді ана жігіттер келіп атады ғой ауылдан. Олар айтады, ана жерде бір көкеміз бар еді, ана жерде бір туысқан бар еді, ана жерде көрші бар еді, ана жерде класстасым бар, анау құдам, өткенде солар берді, анау 100 мың берді, анау 500 мың берді деген сияқты. Олар күнде бере бермейді ғой. Бір берер, 2 берер, 3 берер, қойшы мынаған бере салайыншы осы, келіп не қыла береді, мейді жеп қойды деп мысалға. Бұл жерде ондай подход дұрыс емес. Құдам, ағам, класстасым деген болмайды. Бұл жерде бизнес подход болу керек. Конкретный спонсорға деген ұсыныс болу керек. Маркетингтік зерттеудің арқасында ол не үшін керек? Ол керек па футбол, керек емес? Мүмкін мысалға. Ол қызықтыра ма, қызықтырмай ма? Сенің өзіңнің аудиторияң қандай деген сияқты. Оның бәрін енді мына бизнестік шамалы білетін азаматтар оның бәрін түсінеді ғой әрине. Біз оның үстіне мына как раз футбольный менеджмент оқуын оқыдық. 2 ай, 2,5 ай ма мына біздің университетте
Алмайүйде көп нәрсені үйрендік, жан-жақтан шетелден келіп мамандар үйретті. Соның бәрін мысалға мына өзіміздің тренерге мен жеткізіп жатырмын. Әрине оларда басқа да бір сондай білім көздері жетеді ғой, интернет бар, құдайға шүкір қазір. Кітап алатындар кітап оқиды, тағы басқа анау кездескен кезде бір тәжірибе бөліседі. Бірақ әйтеуір мен өзім білетін нәрсені өзімнің тренерлеріме тегін айтып беріп жатырмын. Жаңағыдай тренерлік оқу категория ол бөлек болса, жаңағыдай нюанстар болады, ауылдың шаруасы ол бөлек, мысалға. Енді мен өзім ауылдан болғасын, оның біраз нәрсесін білемін. Сондықтан оларға жеткізуге, енді жеткізе аламын дегенім ғой. Сондықтан ол өте былай бизнес подход болу керек. Просто оған қызық болу керек ол спонсорға. Сондықтан жаңағыдай қазір жаман емес тәтіфа. Келіп жатыр спонсорлар, өңірлердегі ауылдардағы командалар өздері тартып, былтыр айтпақшы жағы сол халық қорының есебінен біз көмегімен оқыттық. Сол командалардың примерно 20% өздері спонсор тартты. Олардың спонсорлық алдыңғы жылдарға қарағанда 2 есе, 5 есе, 10 есе көбірек ақша тартыпты. Сонда былтырғы сол командалар 47 миллион теңге тартыппыз мысалға. Ол мына генеральный спонсор емес, ар жақта өздері ауылда бір фермер, анау бір фирма деген сияқты сондай. Ол жақсы нәтиже, тоқтамау керек. Әрине тоқтамау керек. Тағы да бұл жобаның басталуына келетін болсақ, бұл жобаға басына сенбегендер болған шығар, болды ма? Ол, әрине, мынау не, қанша ақша төлеу керек деген сияқты, қанша ақшадан жинап жатсыңдар. Кейде біздің көпшілік аудиториямызда жазылған нәрсені оқымайды, айтқан нәрсені тыңдамайды ғой. Ешқандай ешкім еш нәрсе төлемейді бұл жерде. Наоборот, сендер біз мынаяқтан бірігіп бір идеяның бір зонтиктің астында тұрып бір жұмыс жасайтын болсақ, бірігіп табамыз сол ақшаны мысалға. Енді әрине белсенді жұмыс істеп жатқан, жаңағыдай білімді, білікті, білімін асырып оқып жатқан тренерлер, әрине олар озық болады, олар озып, айтып отырмын ғой, өздерінің парақшасымен ақша тартып отыр, оның үстіне жаңағыдай материалдық жағдайын жақсартып, оның үстіне жаңағы жол пұл, мынау гостиницасына ақша тауып отыр. Ол ақшасы бар деген сөз, значит, анаяқта бір үлкен жарыстарға барылады деген сөз. Бірнеше командаларымыз қазір ЧРК-ға қатысып, чемпион болып жатыр, шетелге барып ойнап жатыр мысалға. Жаман емес. Облыстардан, облыс енді бер жағы ғой, қаланың жарыстары. Жақсы, жаман емес. Бірақ ол тренердің белсенділігіне байланысты. Тренердің біліктілігіне байланысты. Рахмет сізге. Жаңағы осы әлеуметтік жоба болғаннан кейін бұның миссиясы жайлы, халыққа деген пайдасы жағын айта кетсек, сіз үшін бұл жобаның басты мақсаты не? Әрине бұл әу бастан ол мына спорттық жоба деп біз оны санаған жоқпыз. Ол әлеуметтік, өйткені біз жаңа айтып отырмын ғой, біз көшеге сыртқа спорт залдан далаға шыққан кезде дым жоқ, анау шаң, газон мысалға. Ауылдарды қарап отырмыз, газон жоқ, ешнәрсе жоқ, сетка жоқ, доп жоқ, форма жоқ деген сияқты. Бұның бәрі бұл спортқа қатысы шамалы, бұл әлеуметтік проблема. Ақша жоқ, шарасыздық кәдімгі бар ғой, көп ауылдарда. Сол біздің жобаның миссиясы, ол мысалға осы балаларға бір үміт сыйлау. Қолымыздан келгенше әрине. Үміт сыйламасаң, анау көздерін кішкене былай бұлар жігерлендірмесең, сенімділік оянбаса өздерінде балаларда мысалға. Ол қалай ертең доп тебеді, қалай жаттығу жасайды мысалға. Ол даже кім біледі, может быть, действительно анау бір Месси, бір келешек болашақ. Бірақ оны ол білмейді. Оған жаңа хотя бы кішкене бір демеу керек, оған білікті маман керек, ананы білетін, соны үйрететін мысалға. Оны шығаратын ана жаққа бір спонсор керек, жолын төлеп беріп мысалға. Бір жерге, жарысқа, бір жаққа, ана жұрт көретіндей қылып. Скауттар көре ме, мұнда қайрат бар, тағы басқа деген сияқты, сондай, может, шетелден келетін командалардың бір скауттары. Сондықтан ана ең әлеуметтік жағын біз шешпесек, ол басқасы ішерсе қозғалмайды ғой. Енді ана инфраструктура дедік, тағы басқа, енді шыны керек, жалпы ауылдың футболында инфраструктура ол 3-ші орында тұрады енді. Бірінші орын, ол маман жаңағы, тренер. Сол тренер кәдімгідей жанып тұрса, ол любой анау асфальтта да ойнатады, адыр-бұдыр ана
шаңда да ойнатады. Сол балдарды шығарып алады ана жерден. Қазір көзіміз жетіп отыр соған. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша ең басты мәселе ол бапкерлер Иә. ауылдағы. Оларда сол сіз айтып жатқандай оларды оқытып жатсыздар. Иә, Одан басқа қандай қиыншылықтар туындады? Бапкерлермен бар ма екен ондай қиыншылықтар? Иә, әрине ол жаңағы қиындығы білімнің жетіспегеніне байланысты. Біріншіден білім жетіспейді. Сол былтырғы мысалға жаңағы кәдімгі ең қарапайым категория Д категориясын оқытқан кезде көп біздің әріптестеріміз, тренерлеріміз ойбай мынандай екен ғой, мынау план конспект деген бар екен ғой деген сияқты бір жоспарлау керек екен ғой жұмысымыз деген сияқты. Әрине примерно біледі ғой енді өздері кезінде физкультурный академия бітірген шығар, я болмаса физкультурный колледж, әйтеуір кішкене де болса да бір білім бар ғой енді. Бірақ соны жүйеге келтіру керек қой. Ол жүйелі жұмыс істемесе болмайды. Бүгін давай доп тебеміз, ертең секіреміз, арғы күні жүгіреміз деген сияқты. Енді ол болмайды ғой. Әрине оны да түсінеді, бірақ оған да бір демеу керек, бір жүйе сол жүйені жасауды үйретіп жіберетін мамандар болса, мысалға, соны жасаттық. Содан кейін көздері ашылып, ойбай деп мысалға. Әрине бәрі емес, бұрыннан жақсы істеп жатқан тренерлер бар. Мен де өзім оқыдым, мысалға, мен де біраз көзіміз ашылды, мысалға. Сол сияқты бірінші мәселе сол тренер, бапкер, осының қайраты, осының жігері, осы фанатизмі десек болады. Осыған байланысты. Осы тренерді қазір көтермесек, ешнәрсе болмайды. Енді ол спорттық жағынан. Әрине бұл тренер айтып кеттім жаңа, ол деген педагог, ол жаңа психолог деген сияқты. Ол мына сол әлеуметтік жағын байқап, қарап, қадағалап отыру керек әрине. Енді мына жағынан жаңа спонсорлар хотя бы сол минимальный доп деген сияқты тағы басқа форма деген сол әлеуметтік проблемасын шешсек, оның үстіне білімді, білікті маман тренер келіп оқыған қосылса, айтып отырмын, алаңда керегі жоқ. Мына жерге ойнап шығара береміз балаларды мысалы. Керемет. Жауабыңызға рахмет. Енді ауылда неше түрлі қызықтар болады ғой. Осы жобаның арқасында сіздің жобаның ауылдарда бір отбасының немесе баланың өмірі өзгерген мысалдар бар ма екен сізде? Көп, неше түрлі. Сол футбол, мысалға бір бала мына жерде бір командамыз бар, келіп жүреді, в общем, келеді тренировка, кетеді, ойнай алмайды совсем. Шешесі, әкесі, в общем, қарамайды. Анау деген күн-түн тренировка жасайды ана бала, мысалға. Анау аяқ киімі жыртық, тренер аяқ киімін алып береді, мысалға. Сөйтеді, ол жаңағыда кәдімгі команданың үздік ойыншысы болып шыға келеді бір жылдың ішінде ма, мысалға. Сөйтеді, ана әке-шешесі, ойбай, мынау ойнай алмайтын бала, осындай болып кеткен ба деп, полный осыған кетеді қазір. Ана баланы апарат алып келеді. Анау, в общем, шамалы король болып жүр да. Я болмаса ана бір баламыздың әке-шешесі бір жаққа жұмысқа шақырған ғой. Жақсы, айлығы жақсы деп, север жаққа ма, кәдімгідей былай үй береді, тағы басқа деп. Сөйтеді, кетейін деп тұрған кезде, бала, мен футбол ойнаймын, ояқта футбол жоқ, енді бір отдаленный ма, бір жерлерде сол жаққа жұмысқа жіберіп атса керек, әкесін ба, мен кетпеймін дейді. Сонда нағырса семья, енді материалдық жағдай бір жағынан керек қой семьяға, бірақ баланың футболы жібермей тұр да, сөйтеді, папасы жақсы бала, мен қалам осында әйтеуір бірдеңесі болар деп. Сол сияқты көп андай пример жағдай мысалдар. Бір баламыз анау атлетикоға алып кетті. Енді тегін жаңағыдай. Академияға, иә. Анау Ақмола облысындағы бір ауылдан мысалы. Сондай көп нелер мысалдар жаңағыдай. Сондықтан футбол шынында да кәдімгі бізде ол әшейін ойын емес қой енді. Ол кәдімгі бір не дейді, орысшалап явление өмірге. Жаңа өмірге мүмкіндік әкелетін. Иә. Трамплин ғой. Трамплинде болады, иә. Рахмет. Енді сіздің турнирлеріңіз жайлы, сол жайлы сөйлесе кетсек, сіз енді осы жобаның арқасында қанша турнир өткіздіңіздер? Қандай турнирлер болды? Ой, көп 100-ден асып кеткен шығар осы 5 жылдың ішінде. Өйткені неше түрлі деңгейде өткіздік. Анадай
бір ауданның ішіндегі бір жарыстар мысалға облыстық деңгейде, республикалық деңгейде бір 10-нан астам уже жарыс өткізген шығармыз. 10-нан астам, 20 шақты ма. Өйткені жылда біз ауыл футбол кап бір турниріміз бар, өзіміздің 5 жылда 5 рет өткіздік мысалға. Соның жаңа біздің демеушілердің көмегімен осы биыл 2-ші жыл халық Open Cup, ол ана өңірлерде областной деңгейде өткізіп жатырмыз. Былтыр 14 облыста өткіздік. Бір өңірлік мынандай регион дейді ғой, оңтүстік, батыс, шығыс деген сияқты. Сондай жарыстар. Одан бөлек жағдай біздің үміт лигамыз бар айтпақшы. Үміт демекші, үміт сыйлаймыз демекші. Мына енді келіп жүрген балалар футболға үйреніп жүрген, енді келіп әлі ойнай алмайды. Оларға да мотивация керек. Біздің айтпақшы тренерлердің көбісі жарыстарға жетектеп апарып жүретін балалар ол деген кәдімгі ойнайтын балалар ғой. Ойнай алмайтын балаларды апармайды ғой. Біз наоборот, давай осындай лиганы ашайық деп аштық. Өзіміздің мына ойнай алмайтын балаларды жіберейік. Оларға да ойын керек, оларға да мотивация керек. Кім біледі, осы биыл ойнай алмайды, а келесі жылы может быть тарс етіп шыға келеді. Жаңағы айтқан мысалыңыз. Иә. Ол онда тұрған ешнәрсе жоқ. Ол мүмкін оған ол танысу үшін барады. Ол көру үшін барады. Қазақ айтпақшы, жер көріп, ел көріп деген сияқты. Сондай принципті біз қолданамыз. Мысалға бір рет Шамалған ауылына барамыз. Ащыбұлақ ауылына барамыз, Қойшыбек ауылына барамыз. Анау Қосөзен ауылына барамыз. Біздің ауылға келеді командалар. В общем, бүйтіп жүреміз мысалға. Қазір Ақмола облысы сондай өткізіп жатыр біздің балдар. Тоже бір-бірінің ауылына барып, хотя мысалға бір ауылдан шықпаған балалар бар ғой. Зато география деген сияқты жаңа таныстар, сондай принципті қолданып неғып жатырмыз. А спорт енді әрине бола береді, жаттықса ертең шыға келеді да бір жерден. Сол сияқты жарыс көп. Биыл Golden Kids деген жарысты турнирді бастап жатырмыз. Оған қатысатын біздің ауыл футболдың жобасының командалары, ауыл футболдан тыс командалар, любой ауылдан келіп қатыса беріңдер дедік. Бірақ үздіктеріңді алып келіңдер. Ең жақсы ойнайтын. Өйткені биыл осы бірінші турнирімізге Қайраттың скауттарын шақырдық мысалға. Керемет. Мақтап кетті енді, бірақ кім біледі енді, байқап отырады да енді. Ол сразу бүгін жақсы ойнады, ертең алып кетейік деген әңгіме жоқ шығар, енді өздері шешеді ғой. Қазір мысалға бізге жігіттер шығып, Италияның скауттары бізге қызығушылық білдіріп жатыр екен. Енді біз әрине біздің балдарды көрген жоқ, бірақ өздері ішінен сезетін шығар, осы жақсы балдар ауылда бар шығар деген сияқты. Осы қазір сөйлесіп жатырмыз. Оларда қызығушылық бар. Енді не жасаймыз, қандай шара өткіземіз? Келіп қараймыз ба, жарыс өткіземіз ба, тағы басқа дегендей сондай мәселелерді қарастырып жатырмыз. Жалпы бала саны қанша қатысатын? Енді 100-ден астам команда болса, жалпы жобадағы. Әрқайсысында енді жоқ дегенде біреуінде 20-30 бала бар. Біреуінде 50, біреуінде 200 бала. Үлкендеу ауылдарда. Біздің өзіміздің ауылда бізде 120-дан астам бала мысалға. Сол сияқты енді былай орта есеппен бір 40-50 бала шығады ғой, 5-6 мың біздің ауыл футбол командаларының балалары. Примерно сол 5-6 мың шығып қалар деп отырмыз. Керемет. Енді менің естуім бойынша, рас па дұрыс жоқ па айтып жібересіз. Халықаралық серіктестермен де жұмыс жасайын деп жатырсыз. Сол жаңа как раз скауттар, бірнеше фондтармен былай жаңағы переписка дейді ғой, енді сөйлесіп жатырмыз. Анау UEFA Foundation бар, тағы да бір-екі сондай бір қор ұйымдар бар. Ең бастысы әрине жаңағыдай материалды көмек, бір алаң салу, тағы басқа бір мәселелер бар ғой, бірақ біздің алдымызға қойып отқан мақсатымыз алдымен сол жаңа жігіттерді, тренерлерді оқыту. Сол жағынан назар аударып отырмыз. Бірақ енді сырттан келіп, ойбай балаларыңыз қарайық десе, бір скауттар проблема жоқ. Бірақ алдымен сол тренерлерді оқыту мәселесі. Кім біледі, Барселона, тағы басқа жаңағыдай үлкен мектептерге барып қаламыз ба, тренерлерді апарып, өз-көзімен көрсетіп, қалай істеп жатқан, не істеп жатқан деген сияқты. Ол да бірталай тәжірибе ғой. Бұл дегеніміз, яғни Қазақстан ауылдары әлемдік футболдың бір бөлігі деп айтса, қателеспейміз.
ешқандай даже. Қателеспейміз. Керемет. Бұл енді қазіргі бастайтын сұрағым менің, бұл үлкен жобаның өзінің қиындықтары да болады. Қазір сіз үшін ең кезекті мәселе не? Ол қаржы ма, жаңа кадр ма, немесе инфрақұрылым ба? Вот жаңа айтып кеттім ғой. Бірінші ол кадр. Кадры дейді ғой. Сталин айтып кетті, кадры решают все деп. Осы тренерлер болмаса, осы тренерлерге алдымен барлық жағдайды тренер бапкерлерге жасау керек. Сол тренердің даже киім көншеген аяқ киіміне дейін бар ғой, жасап берсек мысалға жаман болмас еді. Сол ауылдағы тренерлерді. Әрине ол да бір конкурс сияқты ма бір нәрсе болу керек шығар. Әшейін таратып беру деген енді болмайды енді. Ол тренердің бір жетістіктері болу керек. Жалаң аяқ жүріп ақ жетістікке жетіп жатқан тренерлер бар. Айдалада жаңағы тікен шаңдатып жүріп жетістікке жетіп жатқан тренерлер бар. Соларға неге қолдамасқа? Жаңа біздің өкіметтің қай жылы қаулысымен бір 17 мың теңге беріп отыр ма біздің физруктарға? Біздің айтпақшы бапкерлердің көбісі мектепте жұмыс істейтін физруктар ғой енді. Вот сол физруктарға деп беріпті, енді ол былайша дұрыс нәрсе емес. Бересіңдер ма, нормально 100 мың берсеңдерші айына, мысалы, хотя бы бір 20 баласы бар, соны тренировка. Оның басқа уже отношениесі басқа болады оған. Ол басқа көзқараспен қарап, басқаша, әрине ол фанат қой тренер, бірақ сонда да қалтасында шамалы 5 тиын тұрса жаман болмас еді. Жаңа айтып кеттім мен, инфраструктура ол екінші, үшінші мәселе енді. Әрине қаржы, жаңағыдай барып келу, киім көншегі, тамағы, жарысқа барып келу, проблема жарысқа барып келу ғой, мысалы, ауылдан шыға алмайды. Сондықтан бұл енді шыны керек, бұл қаржының қожайындарының проблемасы емес, ол біздің проблема, біз ауыл футболдың проблемасы, тренерлердің проблемасы. Сондықтан айналып келгенде сол тренерді оқытуымыз керек. Ол тек қана жаңағы жаттығу әдістемелер емес, ол коммуникация, ол әлеуметтік желі, маркетинг, тағы басқа. Соның бәрін оқытсақ, шыға келеді тренерлерден. Әпедема менеджер шығады, мысалға. Ол может быть тренер емес шығар. Былайынша по духу дейді ғой, может ол менеджер шығар. Ертең тренер алады, екеуі жұмыс істейді, үшеуі, төртеуі деген сияқты. Сондай жағдай. Енді бұл бапкерлердің қаржысы, жалақысы жайлы мүмкін енді мемлекет бекен, мүмкін бизнесмен кісілер бекен қол іске алса жақсы болады деген үміттеміз. Былайынша жалпы менің өзім футбол, жалпы спорт, ол жеке болу керек деген сондай позицияда. Жаным солай. Ол профессиональный, тем более, ол деген жеке болу керек. Мысалға, Қайрат, Жайран сияқты ма, вот частный, кәдімгі жеке частный клуб. Ол қаяқтан ақшасын табады, ол өздерінің проблемасы. Балалардың, мысалға, детский футбол. Оны да жекеге жіберу керек. Бірақ бұларды өкімет қолдау керек. Жаңағы подушевой финансирование деген бағдарламасы бар. Соның ішінде арт спорт, даму балама, тағы басқа. Солар арқылы жеке бизнесті, яғни, қолдау керек. 17 жасқа дейін ба, балаға беріңдер сол ақшаны. Бірақ бізде жетпейді ол ақша. Ақша жоқ біріншіден. Екіншіден айналып келгенде инфраструктура, ауылды жерде мектептен басқа ешқандай инфраструктура жоқ. Кейбір жерлерде бір бизнесмендер бір салып қоймаса мынандай ангар. Ол еще подушевой бағдарламаның талаптары өте қатал ғой. Оның ішінде камера болу керек, оның ішінде вентиляция болу керек, оның ішінде тағы. Сөйтетте біздегі алаңдарын білмеймін, 90% оған сай емес, ауылдағы. Сен қаншама қағаз дайындайсың, все, мына вентиляцияң жоқ, камераң жоқ, ыстық суың жоқ, туалетің жоқ, до свидания дейді. Бірақ соның өзінде де бүйтіп, білмеймін, біреулер келісіп кететіндер бар. Қаяқтан кіріп кететін, онысын білмедім енді. Ол енді бөлек әңгімесі ғой. Еще ол ақша деген қаржы жалпы, подушевой финансирование. Облыс акиматтары береді ғой. Олар түсінбеймін, қалай жоспарлайтын. Бізде мысалға биыл 2 миллиард дейді, басқа жоқ дейді мысалға. Ол бала, қанша бала бар, қанша бала қай жерге қатысады, оған қанша береміз. Бұлардың жоспарын мен түсінбей ақ қойдым. Болды, ақша жоқ уже таусып қалды дейді. Даже если сен күшті алаң салып,
Қайраттікіндей жылтыратып қойып, ішінде бәрі бар, келесің, а все, ақша жоқ дейді. Кто не успел, тот опоздал деген сияқты. Иә, бұл қазіргі таңдағы наболевший дейді ғой проблема. Ол бір бөлек әңгіме, ол бөлек әңгіме. Таусылмайтын әңгіме. Иә, таусылмайтын әңгіме. Енді бұл ауыл футболының болашағы жайлы сөйлесе кетсек, сіз бұл жобаны бір 5 жылдан кейін қалай көресіз? Вот бірнеше рет сұраған еді. Біз баяғыда бастаған кезде әрине жаңа айтып кеткендей көз қорқақ қол батыр бастап кеттік те, сосын біз қайда баратырмыз деген сияқты. Мына алаң саламыз ба? Алаңды біз сала алмаймыз, күшіміз жетпейді. Алаң салуға спонсор тарта аламыз ба? 1-2 алаң салдық енді. Өкімет тұрғанда біз спонсор тарту қиын. Өйткені анау деген өте көп қаражат қажет ететін дүние. Сондықтан бизнесмендерде де оны екінің бірі мысалға сала бермейді. Бұл жерде әрине өкіметтің жұмысы болу керек. Басқа жағынан жаңағы айтып отқандай біздің мақсатымыз жаңағы жігіттерге, балаларға жаңағы үміт сыйлау деп отырмыз ғой. Бірақ ол әлеуметтік жағынан, мына спорт жағынан біз сол кезде ғана әубастан ойлағанбыз, осы Қазақстан бойынша бір шағын бір 4 академиямыз болса деп. Жаңағы оңтүстік, солтүстік деген сияқты. Хотя бы сондай шағын болсын, бір 10-15-20 бала болсын, тартайық, сол жерде бір мектепке оқытайық деген сияқты. Әрине бұл да қаражат, бұны жасауға болады. Біз уже тәжірибеміз бар, жаңағы УТС өткізіп жатырмыз, балаларды сборный жасап, мына жерде Қайрат лигаға қатысып, басқа жарыстарға қатысып, яғни қалғаны тек қана жаңағы бір ғимарат салу, ішіне кроваттарын қойып, класс жаңағы зал, спорт зал жасап, болды. Мамандарды, мұғалімдерді қойып, мысалға кәдімгі бұл академия болып шыға келеді. Алдында бір әпеден бір алаң болса, қыста, жазда ойнайтын. Проблема жоқ ешқандай. Егер бизнесмендер жаңағыдай қызығушылық танытатын болса, бізде уже жаңа не дейді, видение бар да, стратегический. Сол 4 академиямыз болса, именно таза ауылдан. Әрі қарай уже мына профессиональный жаңа кәсіби командалармен сөйлесе береміз. Сол біздің командалар бола ма, шетелдің командалары бола ма, ешқандай разница жоқ. Сонда академия ашқаннан кейін сіз айтқаныңыз түсінуім бойынша Қазақстанның лигаларын официально федерация ретінен бірінші лигада, премьер лигаға өту мақсатыңыз бар ма? Енді ондай анандай деңгейде ойнайтын балдар болып жатса, мысалға ертең барып бірінші лига, екінші лиганы барып патырлатып ұтып атсақ, әрине дәл ондай кезде бизнесті спонсорлар тарту оңайлау болады. Әрине спокойно бір команда шығарып, лучший из лучших дейді ма, шығарып, неге ойнамасқа? Бұл жерде әрине жаңа айтып кеткендей, бизнесмендер, енді айттық қой, олар әшейін қолдамайды. Бұларға жарнама керек, бұларға ответный жаңа выхлоп дейді ғой, сондай керек. Бұларға жоспар керек, бұларға стратегия керек. Әшейін маған бере тұршы деген болмайды мысалы. Және жаңағы баяғыда бір қай жылда 90 жылдар ба, жаңа Несіп ағамыз бастап кеткендей, сондай бір халықтық, народный бір команда құру деген сияқты. Ол да бір вариант мысалға. Ақша жинап, давайте. Бірақ оның енді шамалы бір рисковый нәрсе, бірде аласың, бірде болмай қалады, бірде жинайсың деген сияқты. Айтпақшы, кезінде өзіміздің командаға біз сол Facebook арқылы жинап алғанбыз. Қанша бір 700 мыңдай ма? Форма алдық, тағы басқа. Жалпы жақсы идеяны қолдау керек халық деп біз айтпақшы кеше ғана бастап кеткенбіз өзіміздің бір марафонымызды. 1+ деп ауыл футбол үшін 1+ деген сөз, ол яғни бір адам 1 теңге берсе, плюс деген сөз, тағы 1-0 қосса 10 теңге деген сияқты, 3-0 қосса 1000 теңге, 6-0 қосса миллион теңге деген сияқты 1+ акциясы. Я болмаса бір адам екінші бір досын шақырады, ана досын, үшінші, 10-шы досын деген сияқты. Сөйтіп біз ауыл футбол жобасына кәдімгідей халықтан қолдау сұрап ақша жинап неғып жатырмыз. Әрине оның ішінде жоба көп, ол алаңда салу болуы мүмкін. Анау бір айдаладағы анаяқтағы бір Қостанай облысы, Ақмола облысы, Түркістан облысындағы бір командаға, мысалға бір азамат, мен анау ауылға берем дейді, мысалға. Проблема жоқ. Міне 5000 теңге дейік, 5 миллион ба, 5 мың ба, енді не важно. Мен осындай командаға берем. Ол проблема жоқ. Біздің счет арқылы кете ма?
я болмаса прямо жібере ма, мен сол жаққа беремін, сендерге сенбеймін десем, әңгіме жоқ. Міне осындай тренер Полиншеев түгенше, міне Каспия, міне суреті, міне Инстаграм парақшасы, жұмыс істей беріңдер деп. Зато самый главный оларға көмек жетіп жатыр әйтеуір, барып жатыр. Сөйтіп осы компаниямызды бастап кеттік. Енді бұл бессрочный компания дейді ғой, енді оны тоқтамаймыз. Әрқашанда енді балаларға көмек беру керек енді. Әрине. Деп отырмыз. Біз әшейін сұрап отқан жоқпыз. Ол ана балаларға біріншіден, екіншіден жаңағыдай бір компания, корпорация, банк, тағы басқа сондай бір ұйым мекемелер болатын болса, оларға деген жаңағыдай жарнамалық, пиар бағдарлама дайындауға дайынбыз әзірлеуге. Проблема жоқ. О жағынан тәжірибеміз молынан жеткілікті деп отырмыз, сеніп отырмыз оған. Сондай жағдай. Меніңше қазіргі сіз айтып отқан сол бизнесмен кісілер қазіргі Қазақстандағы футбольный бумды көре тұра мүмкін қызығар. Қызығат деп өйткені отырмыз. Нақты мысал ол Қайраттың түлектері. Қаншама түлектер шығып жатыр, олар өсіп өніп жатыр, шетелге кетіп жатыр. Сондықтан үміттенеміз, қолдаңыздар. Өйткені бұл футбол ол әлемдік спорт. Бұны әрқашанда қолдап Қазақстанда мысалы дамыту керек деп мен ойлаймын. Толық келісеміз. Енді біз бағдарламаның соңына уже жетіп қалдық. Дәл қазір сізді тыңдап отқан ауыл балалары немесе бапкерлеріне айтар сөзіңіз бар ма? Камераға қарап. Баяғыда Ленин атасы ма, біз ескінің адамымыз ғой енді. Сол кездерде бізді үйрететін, ойбай, Ленин ата айтқан, оқы және оқы. Сол мына балаларға да айтам, тренерлер, бапкерлерге де айтам, оқыңдар. Дымы қалмасын, бәрін оқыңдар. Ол футбол жақсы әрине. Тренер футболдың жаңа әдістемелік тағы басқа анау-мынауларын бәрін, соның футболдың айналасындағы бәрін оқу керек. Психологияны оқу керек, маркетингті оқу керек, пиарды оқу керек, коммуникацияны оқу керек. Қарым-қатынас қой жаңа коммуникация мысалға. Балалар болса, футболың ойнайсың, ешқайда кетпейсің, ана бапкерің үйретсе, сенен бірдеңе шығады. Футболдан бөлек ана сабақтарын оқы, ана физикаңды оқы, химияны оқы, биологияны оқы, математиканы оқы, алгебра, геометрияны араластырып тұрып, географияны оқы. Мына география білмейтін балаларға жыным келеді, ұрсам соларға. Вот осы сабақтар, осы сабақ қой кәдімгі мектептегі керекті. Ертең кім болып шығасың сен? Ертең инженер боласың ба, медик боласың ба, тағы кім боласың? Хотя бы токарь боласың ба? Жағдай рабочий профессия ғой, бізде жетіспейтіні. Сантехник жоқ, тракторист жоқ, бульдозерист жоқ мысалға. Оны барғысы келмейді біздің балдар көбісі. Сен соны оқып алшы, ақшаны қырық табасың. Анау футболистерден кем болмайсың мысалға. Футболист болып атсың ба? Әңгіме жоқ. Молодец деп қолдап. О жақтан табасың, бірақ мынаяқтан сенде мамандығың бар ертең. 30 жасқа дейін ба, 35-ке дейін ойнап, қайтып кеп өзіңнің машинаңды айдайсың ба, инженер боласың ба, врач боласың ба. Сондықтан балаларға айтарым сол. Оқыңдар. Мен жағы тізіп берген сол. Неше тағы айтып кетейін. Химия, математика, биология, физика, география. Осы 5-6 пәнді жақсылап оқыңдаршы. Келсем, өйткені сіз футболмен, егерде футболға да келе алмасаңыз да, сол білім арқылы футболдың саласына жұмыс істеуге мүмкіндіктеріңіз болады. Проблема жоқ. Сондықтан оқыңыздар, және де оқыңыздар. Ол жағынан келсем. Серік аға, енді сізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет, шақырып осындай. Сіз тек жоба емес, үміт сыйлайтын кәдімгі қозғалыстың қалаушысыз. Сондықтан сізге халық атынан өзімнің рахметімді айтам. Келгеніңізге үлкен рахмет тағы да. Сол, тағы да егерде айтатын қош сөздеріңіз болса. Не деймін енді? Сіздерге рахмет, балаларға рахмет, бапкерлерге рахмет, барлығыңызға рахмет. Барлығымыз жұмылып, мына ауыл футболын дамытайық, қол ұшымыз тигізейік, қолымыздан келгенше әрине. Әйтпесе ауыл футболын, жалпы ауылдың жағдайын көтермесек, бізде менің ойымша елімізде басқа нәрсе бола қоймас деп ойлаймын. Мен өзімнің позициям ол. Ауылды көтермей еш нәрсе болмайды бізде. Келсем. Рахмет. Сау болып тұрыңыздар, аха. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, бұл Алтын доп қоры подкасты. Бұл подкастпен бөлісіңіздер, тыңдаңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сау болып тұрыңыздар. Сау болыңыздар.
Ну давай Алишер, рахмет. Рахмет сізге де.